Қайырлы күн, құрметті ұстаздар. Бүгін біз сіздермен сабақтың басында немесе ортасында қай кезеңіне болмасын қолдануға болатын бір әдіс-тәсілмен үйреткім келіп отыр. Ол әдіс-тәсіл Interacti онлайн платформасы арқылы жасалады. Ең алдымен interacti.me сайтына кіреміз. Ол үшін міндетті түрде сіздерде аккаунт немесе электрондық почта арқылы Interacti онлайн платформасына тіркелулеріңіз керек. Мен Interacti платформасымен жұмыс жасап жүргендіктен менің аккаунтым бұл платформада сақталған. Келесі біз осы Interacti онлайн платформасына кіреміз. Сол кезде сіздің жасаған жұмыстарыңыз осылайынан сақтаулы тұрады. Енді бүгін біз сіздермен пазл құрастырып үйренетін боламыз. Бұл пазлды сіздер сабақтың тақырыбын ашуға, мысалға миға шабуыл ретінде, немесе оқушыны қызықтыру үшін сабақтың соңында кері байланыс алу үшін пайдалана аласыздар. Ол үшін ең алдымен создать батырмасын басып, создать проект с нуля батырмасын басамыз. Осы кезде осындай жұмыс аймағы сіздерде пайда болады. Сонан соң все блоки батырмасына барып, оң жаққа назар аударсаңыздар, әртүрлі шаблондар көрсетілген. Осы шаблонның ішінен пазл шаблонын таңдап аламыз. Пазл шаблонын таңдағаннан кейін сіздерде осындай дайын шаблондар пайда болады. Кез келген шаблонның түрін таңдап аламыз. Мінекей, бұл пазлға арналған шаблон. Енді осы дайын шаблонға өзгеріс енгізу үшін редактировать батырмасын басамыз. Мына жерде, яғни пазлдың настройки пазла деп бізде терезе ашылады. Сол кезде размеры поля, яғни сіз пазлды қанша бөлікке бөлгіңіз келеді, соны анықтайсыз. Мысалға 2-де 2, 4-те 4, 6-да 6 көп бөлікке бөлулеріңізге болады. Енді сіздер бұл бөлікті оқушының жасына сай, тақырыпқа сай таңдап ала бересіздер. Енді мына жерде суретті көрсету үшін міндетті түрде тақырыбын жазамыз. Яғни сіздер қандай тапсырма бергіңіз келеді, сол тақырыпты жазу үшін показывать заставку батырмасын басып қоюымыз керек. Енді бұл жерде изменить батырмасын басу арқылы сіз өзіңіздің тақырыбыңызға сай суретті таңдап аласыз. Мен кез келген суретті таңдап аламын. Вставить изображение батырмасын басамыз. Енді заголовок, бұл жерге сіз тапсырмаңызды жазсаңыз болады. Және бұл жерде тест на кнопке деп тұр, бұл жерге сіздер баста деп жазсаңыз болады. Енді бұнымен біздің пазлдың жасау жолы аяқталған жоқ, сондықтан результат батырмасына барамыз. Сол кезде заголовок деген жерге сіз мысалға оқушы пазлды құрастырып болғаннан кейін қандай сөз шыққанын қалайсыз, соны жазып қоюыңызға болады. Мысалға, жарайсың. Мысалға, описаниеге сабақ мақсатына жеттік деп жазып қойсаңыз болады. Енді мына жерде сурет изменить деп суреттің дұрыс нұсқасын енгізіп қойсаңыз болады. Вставить изображение. Яғни осымен біздің жұмысымыз аяқталды. Сохранить етеміз. Енді біздің тапсырмамыз
автоматты түрде сақталды. Енді бұл тапсырманы біз жасап көру үшін міндетті түрде опубликовать, яғни жариялау батырмасын басамыз. Жариялау батырмасында өздеріңіз көріп тұрғандай мына жерден сілтемесін жіберулеріңізге болады оқушыларға, немесе QR кодын алып, QR код арқылы оқушыға тапсырманы ұсынсаңыз болады. Енді просмотр батырмасын басу арқылы біз тапсырмамызды көрейік. Неке біздің тапсырмамыз осы күйде шықты. Енді құрылғыны құрастыр деген сөз шықты. Баста батырмасын басамыз. Құрылғыны құрастырып көреміз. Неке жарайсың, сабақ мақсатына жеттік. Яғни тапсырма бізде орындалды. Яғни оқушыны сабаққа қызықтыру үшін осылай пазл шаблонын пайдалануға кеңес береміз. Біздің каналымызға тіркеліңіздер, алдағы уақытта әртүрлі қызықты онлайн платформаларды үйрететін боламыз.